Қалайсыздар ағайындар, қалдарыңыз қалай денсаулықтарыңыз, үй іші бала шағалай аман есен өсіп жатсыздар ма? Ағайындар, қазақтың басында болып отқан нәрсе қазір әр қазақтың басында болып отыр десем қателеспейтін шығармын енді. Бір үйден бір сондай шығып жатыр ғой, бір семьядан байқасаңыздар, туған туыстың арасында ажырасу деген тема ғой баяғы. Масқара, ол күлетін нәрсе емес, ол жылайтын нәрсе, вообще еңіреп тұрып өкінетін нәрсе ғой негізі. Екі адамға да қиын. Осыдан бір 2 жыл бұрын бір үйде мебель жинаған мен, әлі есімде, номерімді алып қап, жақсы шайын ішіп қайтқам. Сол кісі қайтқан әйел адам звондап, үйімде бір шкаф бар, соны дұрыстап көріп бер деп. Есілдер сол ақша зымырап барсам, бір болмайтын нәрсеге шақырған да, 10 мың теңгеге бір болмайтын нәрсеге. Бірақ өзінің қолынан келмейді, өйткені 2 жыл бұрынғы күйеуі қасында жоқ. Короче, ажырасып кеткен ғой, былайша айтқанда. Қоғамның дерті деп атқам сол мен. Масқара, ол біреуге күлкі болуы мүмкін, біреуге жай бір сөз болуы мүмкін, бірақ өз басыма мен страшно бар ғой, негізі. Страшный нәрсе ғой негізі. Былай қарап тұрсаң, қазір екінің бірі сондай болып отыр. Лүпілдеп көздері мөлдіреп, шкафының жасалғанын күтіп, үйге адам келгенін көріп, ұлдары келіп амандасып енді. По-любому еркек адаммен ойнағысы келеді. Өкінішті жағдай, енді былай айтқанда, действительно балаларға травма ғой. Екеуің екі жаққа кеттің. Болмайтын заттар үшін. По-любому Құдай жаратып қойғанда, бір-бірінің еркек жағынан, күш жағынан болса, әйел жағынан, тамақ жағынан, басқа жағынан бір-біріңе по-любому өмір бақи тәуелді болып қалатындарынша. Ол бай емеспін, ойлайсыңдар жаңа, мен баймын, мен байып кеттім. Никак сен әйелсіз, еркексіз әйел ешқашан бай болмайды ол. Жарайды, материалдық деңгейде бай болуы мүмкін, бірақ рухани, вообще, былайша айтқанда, қиын жағдайда ол. Осындай кезде білініп қалады, кімнің кім екенін, кімге не керек екенін. Келіншектің өзі кәдімгідей өкініп отыр да, бірақ уже артқа қайтарламайды. Өйткені артқа қайтарғанның өзінде де сен анаумен болдың, мен мынаумен болдым, мен қосылып кету өте қиын да негізі. Сондықтан бар кезінде бағалаңдар. Масқара негізі бар ғой, мынау страшный нәрсе. Ол осы ажырасатын кезде бар ғой, мен мынау ажырасатын кісілерге айтам, абайлап жан-жақты ойланыңыздаршы. Бәрін түсінемін, тақты сол соңғы нәрсеміз болды, ажырасу оңай дейсің бе дейді ғой, бірақ соңында да 1000 рет болмақ түгіл 10 000 рет ойлансаңдар да, балаларды жәутеңдетпеңдерші, балалар жәутеңдеп қалмасыншы. Еркектер қолға алыңдар, сендер мықтысыңдар. Сендер бастық болам десеңдер, ол президент болудың қатысы жоқ. Осы үйіңде президент болшы. Әйел адамдарда кішкене бір саты төменде дегенді ойлайды, анандай трәпкі болып қаламыз ба, анау жоқ, оны дұрысынан түсінсеңдерші, бір саты төменде деген ол дұрыс емес жағынан түсініп қалатсыңдар сендер, кейбір әйел адамдар. Сен кейбір деп айтайын, еркек адамдар да өмірге алып келгеннен кейін по-любому бір семьяны басқарамасаң не үшін еркек болып отырсың? Басынан анау әңгіме бар ғой, баланы жасынан, қатынды басынан деген, оны дұрыстынан түсініңдер тоже. Біреулер басынан десе ұрып тоқпаштап контроль жасап, жоқ, просто сөйлесіңдер, көп сөйлесіңдер. Семья бала шаға кешке жақын анда мұнда кет тамақ ішіп отқан кезде бәрің телефонды отпай көп сөйлесіңдерші. Сонда біраз жерге барасыңдар негізі. Жаңағындай нәрселер мысалы көп кездесіп жатыр ғой қазір қоғамда, анау ажырасты, мынау ажырасты. Ондай кезде жаңағындай қыздарға подружкалар да шығады, ой ажырас, ондай байдың не керегі бар, ал байдың не керегі бар, өстіп жаңағындай болмайтын затқа кезде күйеуін еске түсіріп жылап сықтап отырасыңдар. Өмір бақи жүрегің ауырып жүрген жақсы ма? Или былай жалпақ тілмен айтқанда осырақ чалым жақсы деген әңгіме бар ғой. Сондықтан Құдай бекерден бекер жаратпайды. Қолында тұрды ғой, мысалға полный еркек жасап, немесе полный еркек әйел адам жасап тастауға бұл өмірге бекерден бекер жаратылған жоқ. По-любому бір-біріңді іздейсің, по-любому бір-біріңді орныңды басамайсың да, былайша айтқанда. Тем более бала шағаң бар кезде никак 1045 рет ойлаңдар. Жас жуалар, былай қарап тұрсаң, жақсы кезде бір-біріңмен қыз жігіт болып жүріп үйленесіңдер. Какой-то уақыт болғаннан кейін ана достары шығады, сенің әйелің жіпі, анау шығады, подружкалар, сенің еркегің ақша таппайды, сонымен бітті, сонымен күмәнданасыңдар да. Измена ажырасып кетесіңдер.
осы ажырасуға келген кезде кәдімгідей жаңа мен айтқандай 10 рет 100 рет миллион рет ойланыңдар, жан жақтан адамдар қосылыңдар, жаңағындай дос болып жүрген типа подружка болып жүргендер наоборот қосуға тырысыңдар. Арттарында сәбилеріне ең қиыны сол, ол 25-ке 30-ға келсе де ешқашан бала деген ұмытпайды, әкесін жасап кеткен, шешесін жасап кеткен. Сондықтан 1045 рет ойланыңдаршы ағайындар, ажыраспаңдар. Қазақтар, бізге ажырасу деген нәрсе еліктеудің кесірінен айдаладан келіп отыр. Көрдіңдер ме? Ақылықтап жатырмын. Рас екен. Айдала Европаға еліктеп, міне ажырасудың төркі келді. Әйел адам бір саты төмен тұрсын, еркек адам сен мықты болуың керек, башқаты болуың керексің. Басың осы жерде ғана дәлелдеуің керексің сен. Мықты екеніңді. Қолыңды бір сілтеп таста кетпей. Ойланыңдар. Балаларды жәутеңдетпеңдерші, балаларды жәутеңдетпеңдер. Жетімді көбейтпейік ағайындар.